Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пловтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Қандай ингредиенттер керек екенін айта кетейін. Ең бірінші біз күрішімізді, яғни бастамас бұрын күрішті жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Оның су температурасы маңызды емес, кез келген сумен жуа берсеңіздер болады. 2-3 қайтара жуғандарыңыз, яғни күріштің тазарғаны өте пайдалы. Таза болу керек. Осылай жақсылап, тазалап, жуып аламыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Төмендегі подписаться батырмасын басып, менімен бірге болыңыздар. Осылай мұздай салқын суды құйып, бетін жауып қоямыз. Ал енді етімізді турауға кірісеміз. Кез келген ет түрі бола береді. Сиыр еті, қой еті, жылқының еті. Кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Міндетті түрде майды, яғни құйрықты қосқан пайдалы, яғни біздің бір жағы тамағымыздың дәмін кіргізе түседі. Мені үнемі бақылап, менің каналымда қалай болып жатқан, қандай тағамдардың шығып жатқанын білгілеріңіз келсе, төмендегі қоңыраушаны басып, менімен үнемі бірге болып, менің жаңалықтарымды ең бірінші болып сіз көріңіз. Мен құйрықты да турадым. Бұл жерде құйрықта бар. Ең бірінші біз майды құямыз, яғни сұйық майды құйып, осы құйрықты жақсылап қызарғанша қуырып алыңыздар. Бұл біздің тамағымыздың дәмін кіргізе түседі. Құйрықты қалауларыңызша үлкен қылып турауға, кіші қылып турауға болады. Мен өте кішкентай қылып турадым. Яғни қалай адамдар, мысалға кейбір кісілер құйрықты ұнатпайды. Сол себепті олар құйрықты тез теріп тастау үшін үлкен етіп турасаңыздар да болады. Ал енді біз қазанымызды газге қойып, газдың астын өте қатты отта қоямыз және сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне жаңа тураған құйрықтарды салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей осындай жақсылап құйрықтарымыз қызарып тұру керек. Одан кейін үстіне біздің тураған еттерімізді салып, оны да жақсылап қызарғанша қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқанда біз сәбізімізді, пиязымызды дайындап қоямыз. Ең бірінші сәбіздерімізді жақсылап ұзынша етіп тураймыз. Сәбіздің мөлшері көп болған сайын біздің тамағымыздың дәмі де кіре түседі. Сәбіздерді ұзынша етіп, мен қазір 5-6 адамға жасап жатырмын. Яғни мен 3 сәбіз қостым. Міне осылай ұзынша етіп, жақсылап турап аламыз. Ал енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды жіңішке етіп тураймыз. Мен 1-2 пиязды қостым. Яғни екеуін де жақсылап, бірінші пиязды да, сәбізді де жақсылап турап аламыз. Осы турап болған көкөністерімізді біз қуырылып жатқан етіміздің үстінен салып, оларды жақсылап қуырамыз. Яғни пияз бен сәбізіміз біркелкі басқаша түске енуі керек. Үстіне су құямыз, яғни судың мөлшерін өз күріштеріңіздің мөлшеріне қарай құйып, бетін жауып 30 минут немесе 1 сағат қайнатамыз. Енді біз күрішімізді қараймыз. Міне күрішіміз біздің осылай ісінуі керек. Одан кейін осы қайнап жатқан біздің сорпамыздың үстіне күріштерімізді салып шығамыз. Мінекей біздің өзі күрішіміз салғанда осылай болу керек. Міне үстіне 1 ас қасық шекер саламыз және дәміне қарай тұз, бұрыш, бірнеше дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Міне осылай біздің кепкірдің көмегімен жақсылап жайып, бетін жауып, осы біздің немізді кішкене қатты отта жақсылап қайнатып аламыз. Одан кейін осылай бұрқылдап қайнап жатқан кезде, міне осылай біз астын қопарып бір шетке жинап, бетін қандай да бір тарелкамен, болмаса күленкі, яғни пакетпен жауып қойсаңыздар болады. Міне осылай жауып, қазанның бетін жабамыз да оттың астын бәсеңдетіп қоямыз.
Енді біз дәмін кіргізу үшін бетіне чеснок тураймыз, яғни тамағымыз пісіп дайын болды деген кезде бұл чесногымызды салатын боламыз. Чеснокты мен жіңішке етіп турадым, себебі дәмі білінбес үшін. Яғни чесноктың мөлшері де өз қалауларыңыз бойынша жалпы чеснок қосқан өте пайдалы. Міне осылай біздің тамағымыз дайын болып, астын өшіріп, міне осындай әп-әдемі пловымыз дайын болған кезде бетіне жаңағы біздің тураған чесногымызды салып қойып, сәл 1-2 минут бетін жауып қалдыра тұрамыз. Одан кейін біздің міне осындай әп-әдемі пловымыз дайын болып тәрелкеге салатын кезде жақсылап араластырып барып саламыз.